Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен алуа. Шоколадты құлпынай рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, жасап көруді кеңес етемін. Бізге керек заттар құлпынай, ақ және қара шоколадтарымыз керек. Осы кезекте құлпынайымызды жақсылап жуып алатын боламыз. Жуылған құлпынайларымызды жақсылап құрғатып, салфеткамен сүртіп аламыз. Микроволновкаға шоколадымызды ерітіп дайындаймыз. Еріген шоколадымызға осылай таяқшаның көмегімен құлпынайымызды басына кигізіп, осылай айналдырып жағып алатын боламыз. Осылай лопаткамен жақсаңыздар, қалың жағылады. Жұқа жағам десеңіздер де өз қалауларыңыз. Маған осылай қалың жаққан ұнайды. Және стаканға салғанда орталарын алшақ қып салатын боламыз. Бір-біріне тиіп қалмасын. Осылай табыс көзін айналдырсаңыздар болады, және сыйлыққа берсеңіздер болады. Бәрін біркелкітіп жағып, дайын болған шоколадтарымызды 20 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. Мінекей дайын болған шоколадтарымызды енді әсемдейтін боламыз. Жаңағы ақ шоколад пен қара шоколадымызды езіп дайындап алдық. Ыстық суға салып, енді қалауларыңызша әсемдеп шуғамыз. Кез келген жаңғақ болады. Мен кокос жаңғағын сеуіп жатырмын. Осылай бәрін сеуіп шығатын боламын. Енді кезекте ақ шоколадтарымызбен әлдейтін боламыз. Мен бәріне қалың қып жағып жатырмын. Қалың қып жақсаңыздар да ерекше болады. Жұқа қып жақсаңыздар да ерекше болады. Бәрін осылай сәндеп шығамыз. Сіздер де дәл осылай үйден жасап көріңіздер. Өте дәмді, бір жасағаннан шығады. Қайта-қайта жасай бергім келеді. Мінекей роза гүлге ұқсап әдемі болып шығып жатыр. Лопаткамен жаққанның көмегі осылай жақсы болып шығады. Жұқа жақсаңыздар да болады. Мінекей қалған бөліктерін осылай әсемдеп шығамыз. Осылай жақ болған шоколадтарымызды да 20 минутқа холодильникке жіберетін боламыз. Енді бетіне кокос жаңғағын осылай сеуіп шығамын. Мінекей құлпынайларымыз дайын. Ас болсын, сіздер де осылай жасап көруді кеңес етемін. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған алуа.